Бүгін 23 декабрь 2022 жыл. Құдай қаласа, мынау 2022-де біраз тіршілігіміз жасадық бұйырған. Одан кейін жылдың соңына қарай эксперимент есебінде кішігірім жылыжайыма, Есқалдағы жылыжайыма Құлпынаймен бірге қиярды қосып егіп эксперимент жасап көрген болатын. Нәтижесін көріп жүрдіңіздер өздеріңізде. Жаман емес, қиярымда жақсы өнім берді бұйырған. Құлпынайда әлі де өнім беріп жатыр. Енді бұл жерде бір айда демалдыр көріп болып тұр. Сол себепті қиярды огурцы жұлып тастадым кеше. Майдасы бар, әрісі бар, барлық түйнектерін жинап алдым да, жұлып тастап, осылай Құлпынайдың өзін ғана қалдырдым. Яғни бүгінгі осы өткен түннен бастап от жағуды тоқтаттым. Бүгінгі түн минус 8 бен 10 градустың аралығында болды. Теплицаның іші таң ата 0 градусқа түсті. Енді ойладым, мынау кішкене стресс етіп қалама деп. Құлпынайлар өйткені бұл жылуға үйреніп қалды. Өйткені от жағып жүрдім ғой мен алдында. Жоқ, шүкір Аллаға, өзін жақсы сезініп тұр. Ешқандай былай стресстен солып, немесе бір кішкене әбіржген ештеңесі болған жоқ. Қазір 25 градус болып тұр. Күннің жылуымен теплицаның іші өзін жақсы сезініп тұр Құлпынай. Аллаға шүкір. Енді Құдай қаласа, бір айда демалдырамыз. Бір айда демалдырып, Құдай қаласа, февраль айынан бастап қайта кірісеміз бұл жерге, Алла бұйыртса.